Түлкі, тасбақа және кене ертегісі. Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе, тарыны жерге егіп, көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешеді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, құлап кетер, деп жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, тары егеді. Ал кене піскен егінді жиып алады. Олар көп тары алады. Олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп, егінді көріп, тарыны үшеуміз бөліссек қаншадан тиеді? Аз мөлшерде шығатын болар. Одан да үшеуміз жарысып, кім осса, егін соған бұйырсын, дейді. Мақұл деп үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп түлкі жүгіре бергенде, кене түлкінің аяғына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп мәреге бірінші болып жетеді. Сонда кене, «Әй, мені басып өлтіресің бе?» дейді. Түлкі, «Сен қашан жетіп алғансың?» деп сұрайды. Кене, «Сен бағана 1, 2, 3 дегенде ақ мен келіп қалғанмын», деп жауап береді. Екеуі дауласып жатқанда ентігіп тасбақа келеді. Тасбақа, «Әй, түлкі, мен бір пәле көріп келдім. Жаңа маған 2 қара бүркіті және тазы иттері бар, ат мінген 2 адам келді. Түлкі, жолдасыңды тауып бер», деп мені қорқытты. Түлкі, «Мен сен туралы айтқан жоқпын. Енді олар маған сенбей осы жаққа қарай келе жатыр», дейді. Түлкі, «Мен айта көрмеңдер», деп жалынады. Түлкі, «Мына тарыны екеуің тең бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын. Аңшылар мені сұраса білмейміз қайда кеткенін деңдер», деп түлкі қашып кетеді. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене екеуі бөліп алыпты.